Армысыздар, эфирде компания жаңалықтары. Аптаның басты оқиғалары туралы мен Асхат Рамазанов айтып беремін. Қазтрансойл акционерлік қоғамы орталық аппараты кеңесінде компания жас мамандар кеңесінің жаңа төрағасы сайланды. Толығырақ Айсамал Абылхан баяндайды. Қазтрансойл акционерлік қоғамы орталық аппаратында компанияның жас мамандар кеңесі төрағасының сайлауы өтті. Жиынға әлеуметтік еңбек қатынастары және жалпы мәселелер жөніндегі басқарушы директор Ғазиз Қошанов, адам ресурстарын басқару департаментінің директоры Гүлжан Оспағанбетова қатысты. Мұнай құбыры басқармаларындағы жас мамандар кеңесі белсенділері жиынға онлайн форматта қосылды. Жас мамандар кеңесі мүшелерімен басшылық назарына төрағалық лауазымға екі үміткер өздерінің презентацияларын ұсынды. Атырау мұнай құбыры басқармасының инженері Аманжол Досмұхамбетов жас мамандар кеңесіне жетекшілік етудің жоспарын ұсынып, бірқатар жобаларын алға салды. Іске асыруға тұрарлық іс-шаралар тізбегін де таныстырды. Аманжолдың айтуынша, жастар жайлы компания желілерінде көбірек айтылу қажет. Жастар сайлауатты өмір салтын ұстанып, жастар клубтарын құру керек. Сайлауалды жоспарында Аманжол өзге де бағыттарды қамтыды. Сайлаушылар назарына бағдарламасын ұсынған орталық аппарат пайдалану департаментінің инженері Асылхан Кенжалиев жастардың қызметте көтерілуіне, олардың белсенділігіне басты назар аудару керек деп жеткізді. Нақтырақ айтқанда, жастардың ғылыми техникалық бағытта дамып, жоғары оқу орындарымен байланысты нығайтуды ұсынды. Ғылыми бағыттан басқа спорт бағытын тағы да дамытуға тырысамын. Өзім де біраз жылдан бері спортпен айналысып кеткенсін. Бүкіл мамандарға осы спортқа белсенді етуге көмектесемін. Себебі спорт деген ол біздің көңіл-күйімізді, әрде денсаулығымызды мықты қылдырады. Жиын соңында лауазымға үміткерлерді таңдау үшін жас мамандар арасында сайлау басталды. Сайлау қорытындысы бойынша дауыс бергендердің көпшілігі Асылхан Кенжалиевті қолдаған болды. Нәтижесінде Асылхан алдағы 2 жылда компаниямыздың жас мамандар кеңесіне төрағалық етеді деп шешілді. Айсамал Абылхан, Нұрлыбек Кизатов, Мұрат Уақпаев, корпоративтік арна үшін Астанадан. Маңғыстау облысында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының компаниялар тобына қарасты жұмысшы мамандар арасында жыл сайынғы үздік маман байқауы аяқталды. Сайысқа Қазтрансойл акционерлік қоғамының мамандары да қатысып жатыр. Сайыс алаңынан Алтынгүл Меңдіхан жалғастырады. Маңғыстау облысында Қазмұнайгаз компаниялар тобының жұмысшы мамандықтар арасында өткізілген жыл сайынғы үздік маман байқауы өз мәресіне жетті. Мұнайгаз кешені саласындағы 17 мамандық бойынша 300 қатысушы өз шеберліктерін сынады. Ақтық кезең жарысының қатысушылары бұл өз ұжымдары арасында іріктеуден өткен жеңімпаздар. Байқау 2 кезеңнен тұрды. Теориялық білімді тексеруге арналған тестілеу және практикалық тапсырмаларды орындау. Жарыстар Өзен мұнайгаз, Маңғыстау мұнайгаз, Қазтрансойл, Қазмұнайгаз инжиниринг өндіріс алаңдарында өтті. Жарыс нәтижесі бойынша анықталған жеңімпаздар қатарында Қазтрансойл қызметкерлері де бар. Атырау мұнай құбыры басқармасынан қатысқан Рашид Бақтығалиев үздік электр газбен дәнекерлеуші сайысында 1-ші орынға ие болды. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасынан қатысқан Самат Төленов болса, технологиялық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету слесарі номинациясы бойынша үздік атанып 1-ші орын иеленді. Үздік тауар операторы сайысы бойынша 3-ші орынды Құлсары мұнай құбыры басқармасынан Дәурен Айсиев, Маңғыстау мұнай құбыры басқармасынан Бегарыш Жолдыспаев алды. Үздік химиялық талдау лаборанты санаты бойынша Атырау мұнай құбыры басқармасынан Арайгүл Кемесай 3-ші орынға ие болды. Әріптестерімізді жеңістерімен құттықтаймыз. Магистральды су ағызғы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты Қиғаш бас су сорғы станциясы 35 жылдан бері тұрақты түрде сумен қамтамасыз ету нысаны ретінде жұмысын жалғастырып келеді. Станция жайлы әрі қарай әріптесім Нұрлыбек Кизатов жалғастырады. Атырау облысы мен Маңғыстау облысының тұрғындарын осы өңірлердегі ірі мұнай кеніштері мен шаруашылықтарды ауыз сумен қамтамасыз ететін 2005 шақырымдық Астырқын Маңғышлақ су құбырының бастауы осы Ресеймен шекараны бөлісетін Қиғаш өзенінен бастау алады. Атырау облысының Құрманғазы ауданында орналасқан. Өзен бастауында орналасқан Қиғаш бас су сорғы станциясы 35 жылдан бері тұрақты түрде сумен қамтамасыз етуші нысан ретінде жұмысын жалғастырып келеді. Ең бірінші қабылдайтын жеріміз станция, насос станция, первый водоподъем дейді осы жерде. Судың бәрі осы жерден басталады. Бүкіл мына екі облысқа өтпеген суымыз осы жерден басталады. Магистральды су ағызғысы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты Қиғаш бас су сорғы станциясы алдымен Қиғаш суын су көтеру нысаны арқылы қуатты сорғылар мен магистральды бөлікке жібереді. Мұнда қуатты сорғылар тәулік бойы жыл 12 ай су көтеріп тұрады. Су көтеру нысанында сорғыларға жұмыс жағдайында күтім көрсетіліп, қажет жағдайда жөндеуде жүргізіледі. Бірақ су көтеру процесі бір сәт тоқтаған емес.
Көтерілген су одан ары қарай магистральды су сорғы станциясына келіп, су құбырына шығады. Мұнда түрлі қуатты сорғы агрегаттары бар. 35 жыл аз уақыт емес. Осы жылдар ішінде магистральдық сорғылар заман талабына сай жаңарып, жаңғырып отырады. Оған көрсетілетін қызмет те, жөндеу жұмыстары да жетілдірілген. Осы жерде 4 магистральный насосымыз бар. Былтыр 2 магистральный насосымызды жаңарттық. Олардың қуаты дейтін 10 мың куб беретін насостар сағатына. Одан да басқа 2 кішкентай 3600 беретін 2 магистральный насосымыз бар. Қазіргі кезде 2 насос sepib, 2 насостың қуаты жетіп тұр қазіргі заманға. 2 насосымыз резервте тұр. Магистральды құбырға шығатын су қатаң зертханалық талдаудан өткізіледі. Станцияның зертханасында қиғаш бастауындағы суға тәулік бойы химиялық қоспалардың мөлшері, түсі мен лайлығына, тағы да басқа құрамына 8 талдау жүргізіледі. Бұл судың бастапқы сатысы болса да, сапасымен жіберуге бағытталған. Анализ жасауда мақсат енді мына суды ең бірінші жаңа ауыз суыз, мына өзінің құрамы бәрі сәйкес болу, санитарлық требования сәйкес болу. Осының товардың суларды біз жаңа хлорлап нетіп, ең бастама суды біз тазартып беру мақсаты біз. Диспетчерлік орталықта құбыр бойына шыққан судың қысымы мөлшері бақыланып отырады. Автоматтандырылған жүйе арқылы технологиялық процестер қадағаланады. 2023 жылы Астрахань Маңғышлақ магистральды су құбырының 177 шақырымы жаңаланған болатын. Жаңғырған желі арқылы суды жіберу қуаттылығын арттыруға да мүмкіндік бар. Дегенмен бүгінгі тұтыну көлемі орта деңгейде. После модернизации сейчас мы начали работать. Құбыр жаңғыртудан өткен соң біз қазіргі кезеңде тәулігіне орта есеппен 110-117 мың текше метр су жіберіп отырмыз. Ары қарай тұтынушылардың сұранысына қарай жұмыс істейміз. Бәрі де тұтынушыларға байланысты. Сондықтан да біз әлі толық қуатпен жұмыс істеген жоқпыз. Біздің толық қуатымыздың мүмкіндігі тәулігіне 170 мың текше метрге дейін жетеді. Қиғаш бастауындағы бас су сорғы станциясы магистральды су ағызғысы серіктестігінің маңызды өндірістік нысаны. Заманға сай жаңғыртылып келе жатқан станцияның Атырау мен Маңғыстау өңірлерін ауыз сумен қамтамасыз етуде маңызы әлі де арта түспек. Нұрлыбек Ғизатов, Мұрат Уақыпбаев, корпоративтік телеарнасы үшін Атырау облысы Құрманғазы ауданынан. Осы аптаға келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Амандықпен жүздескенше сау болыңыздар.